Абай бегейдің қызы Қазақстанда еш жерде жоқ ресторан ашты. Бұл ресторанның ашылуында бүкіл туған-туыстары, өздерінің достары және де эстрада жұлдыздары, өте көп танымал әншілер де, блогерлер де қатысты. Ең бірінші ашылу салтанат тойына өздерінің ұлдарының сүндет тойын жасады. Бұл ресторан бүкіл Қазақстанда жоқ номері 1 ресторан болып саналады. Ашылу салтанатында Ерке мен Адик екеуі балалармен осылайша шығып сценарийді бастады. Дәл осылайша шығып Ерке күйеуіне және де балала болғанына байланысты өлең айтып тойымыздың басты салтанатын ашып берді. Бұл тойда көптеген қызықты, өте биде, әнде барлығы болды. Ең бастысы бұл тойдың ең бағалы сыйлықтары болды. Меккеге жолдама болды. Адик пен Еркені қолдау мақсатында өздерінің қандай қиналған сәттерінде өздеріне кім көмектескен адамдарында барлықтарын ескере отырып, өздерінің рахметтерін айта отырып, өздеріне 500 мыңдық сертификат ақшалай сыйлықтарында табыстай өтті. Бұл Қазақстанда ешқайда жоқ ресторанды жасады. Адик пен Ерке өте жас болса да, бүгінгі таңда 4 баланың анасы, 2 қыз, 2 ұлдың анасы. Өте тәрбиелі, өте мықты, өте көз тиіп кетпейтіндей семья. Молодец, еңбектерің елене берсін. Тек қана алға. Қазіргі жастарымыздың осындай бастама жасап жатқандар өте қуантарлық және қуанарлық. Алла берекелеріңізге күн нұр шуақ шашып, табысты берекелі етсін. Барлық нәрсе Алладан. Аллах тағала не берсе де үйіп-төгіп берсін. Той қуанышты, берекелі ресторан болсын. Тағы да көп ресторандар жан-жақтан, әр қаладан ашыла берсін. Өте алғысымыз шексіз. Жас болса да өз еңбектерін өз орындарына қоя білген, өз ақылдарын, парасаттылықтарын қолдана білген 2 жасқа тек қана айтар алғысымыз өте көп. Алар үлгілеріміз де өте көп. Молодец, тек қана алға дегім келеді.
Каналға тіркеліп лайк баса өтіңіз.